Сәлем құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге қызыл ірімшік дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сүт, айран және шекер керек болады. Ең алдымен сүтімізді жақсылап сүзіп кастрөлге құйып аламыз. Құйып алғаннан кейін оны былғалап отырып, қатты отта былғалап отырып қайнағанға дейін күтеміз. Қайнауға жақындаған кезде оның үстіне жарты стакан айранымызды құямыз. Айранымызды құйып болғаннан кейін оны жақсылап араластырамыз. Оны сары су шу керек. Араластыра береміз, былғаймыз, түбі күйіп кетпеу үшін былғап отырамыз. Және астын көреміз. Қатты отта араластырып қайната береміз. Қайнатамыз. Оның сары суы бөліну керек. Асты қатты отта қайнатамыз. Ол қатты қайнап, сары суы бөлек алыну керек. Осындай сары су бөлек қайнау керек, алыну керек. Және де құрметті көрермендер, егерде менің каналым ұнап жатса, рецепттерім ұнап жатса, подписаться басып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді 2 сағат қайнатамыз ірімшігімізді. Ірімшігіміз 2 сағат қайнап болғаннан кейін оны тағы да оның үстіне 1 стакан шекерімізді қосамыз. Шекерімізді салып болғаннан кейін оны тағы да өз қасығымызбен былғалап отырып араластырамыз. Оны жақсылап араластырамыз. Қасықпенен шекерімізді араластырамыз. Баяу отта қайнатамыз. Су тартылу керек ол. Сары су тартылып әдемі болып келген кезде, мінекей құрметті көрермендер, сары ірімшігімізді дайын болуға жақын болған сияқты. Осылай қайнатамыз, былғалап отырамыз, асты күйіп кетпеу үшін. Және де дайын болуға жақындаған кезде ірімшігімізді орамалымызға сүзіп алып, суын сырқытамыз. Мінекей осылай болған кезде сүзіп аламыз ірімшігімізді. Мінекей көрермендер, ірімшігіміз дайын болды. Ас болсын.